Саламатсыздарбы, құрметті қазылар мүшелері және әріптестер. Мен бүгін барлық мектеп интернатына келіп отырмын. Математика пәнінің мұғалімі Балтанбай Мұхтарбеков. Менің шығармашылық тақырыбым жеке тұлғаның креативтілік қабілетін арттырудағы методтануға бағытталған оқытудың тиімді жолдары. Мақсатым оқу үстінде методтануға бағытталған оқытудың тиімді жолдарын анықтап, математикалық сауаттылығын арттыру, жан-жақты білімді, өмір сүруге бейім, іскер, өзін ой талғамдар, адамгершілігі жоғары қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру. Енді осы мақсатқа сәйкес қойған міндеттерім оқушылардың математикалық сауаттылығын арттыру. Бұны таңдаған себебім неге бұл міндет қойдым? Өйткені осы шығармашылық тақырыпты алған кезде математикалық сауаттылық бізге оқытуда пән ретінде енгізілді. Сол кезде бізде сәл қиыншылықтар туындады мектепте. Қаншалық дегенмен білімді оқушылардың өздері сол математикалық сауаттылықтың оңай есептерін шығара алмай жатты, қиналып жатты. Оны біз терең, мысалы қарапайым 5 қара қораптағы шардың ішінен бір түстен шығатын қанша тәсілмен алуға болады деген сұрақ туындайтын болса, оны балалар бірден формулаға салып, бұрынғы білімдерін түгел орналастырып кетті. Ал енді ол өмірде қарап тұрып, 3 шарды алған кезде бірдей 2 түс шығады деген жауап қарастырылады. Осы міндетті қойған осындай қиындықтар туындағанға байланысты, осы өзекті мәселе ретінде қарастыра отырып, мен әріптесім екеуміз осы математика сауаттылыққа байланысты бағдарлама жаздық. Соны республика облыстан өтіп, республикалық деңгейде қойған 3-ші орын алып, оны келіп тараттық. Біз математикалық сауаттылық бағдарламасы соған байланысты тесттер жинағын, соған байланысты есептер жинағын, соған байланысты оқушы дәптерін шығардық. Енді екінші міндетіне тоқталатын болсақ, оқушыларға нұсқау бере отырып, білім мазмұнын игеруге ықпал жасау. Бұл енді тақырыбына сәйкес қойып отырмын міндетті. Сыни тұрғыда ойлау көмегімен өзінің шығармашылығы мен әрекетін дамытып, жеке тұлғалық болмысын қалыптастыру. Бұл енді сабақ процестерінде бұл міндеттердің барлығы көрінеді, жазбамен қойған кезде. Одан кейін келесі міндетім ақпараттық технологияны іс-тәжірибеге енгізе отырып, білімі мен біліктілігін жан-жақты жетілдіруге әсер ету. Күтетін нәтиже осыған байланысты. Оқу тәрбие үрдісінде өз бетінше жұмыс істеуге бағытталған оқытудың тиімді жолдары анықталады. Дағды әрекеттердің қалыптасуынан білім алуды дамытуға жолдарын игеруіне мүмкіндік жасалады. Шығармашылық, логикалық ойлау қабілеттері қалыптасып, одан әрі дамиды. Оқушы өз бетінше білім алудың жолдарын үйренеді. Бұл күтетін нәтиже. Енді зерттеу кезеңдері тақырыпқа байланысты зерттеу объектісі 8-11 сыныптарда алдым. Бірінші кезеңі теориялық кезең 16-17 жылдары болды. Практикалық кезең 17-19 жылдар. Бұл жерде практикалық кезеңде бақылау, байқау кезеңі болғандықтан мен 2 оқу жылын алып отырмын. Көп әрекеттер осы практикалық кезеңінде болады. Қорытынды кезеңі 2019-2020. Яғни мен қазіргі жағдайда практикалық кезеңде жүрмін. Теориялық ізденіс кезеңінің мақсат міндеттері күтілетін нәтижесі. Мен оған тоқталмай қойайын, өйткені сіздердің алдарыңызда барлығы жазылған. Теориялық ізденіс кезеңі ауыстырайымыз. Теориялық ізденіс кезеңінде анықталған басымдықтар. Мен сол тақырыпқа байланысты әртүрлі зерттеу нәтижелері, сабақты зерттеу, сауалнама алу, солардың нәтижесінде осы тақырыпта басымдықтар анықталды. Зерттеудің кезіндегі әрекеттер, бұл жасалған әрекеттер қосылды. Бұлардың бәріне тоқталмайды, өйткені толық жаздым. Енді практикалық кезең. Осы практикалық кезеңде мақсат міндеттері, күтілетін нәтижесі бәрі жазылған. Ол кітапта жаңағы сіздерде бар. Осы практикалық кезеңде атқарылған жұмыстарға тоқталайын. Мен сол тақырыпқа байланысты практикалық кезеңде зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатырмын, соның ішінен сабақты зерттеу жүргіздім, және оны педагогикалық шеберлік орталығына барып қорғап, облыс мұғалімдерімен бөлісіп қайттым. Содан кейін авторлық бағдарлама қорғадым, жаңа айтып өткендей, тақырыбы математика сауаттылыққа байланысты. Іс-әрекеттегі зерттеумен тәжірибе алмастым, оқу әдістеме құрал жаздым,
Бұның барлығы жаңағы оқу әдістемелік құралдар сіздердің алдарыңызда жатыр, жаңағы авторлық бағдарламаға сәйкес, және қосымша осы ОБТ-ға байланысты қажетті құралдарды жаздым. Енді практикалық кезең зерттеу тақырыбына сәйкес жеке тұлғаның креативтілік қабілетін арттыруға метатануға бағытталған оқытудың бойынша оқушылар өздерімен ізденіп түрлі байқауларға қатысты. Атап айтқанда, облыстық, республикалық, халықаралық ғылыми жобалар, пәндік олимпиадалар, ақпараттық технология қатысты дистанционды олимпиадалар. Практикалық кезеңде өткізілген семинарлар облыс мектеп директорларына қатысты өтті. Жаңағы бір міндетімді айтып өткенде ақпараттық технологияларды дамыту болса сабақ процесінде. Математика сабағында қолданылатын Quizzes, Kahoot, Clickers, Zipgrade түрлі бағдарламалар қолданылды. Соны біз қолданып жүрген нені мен мынаған Quizzes бағдарламасы бойынша презентациялық таныстырып көрсеттім облыс мектеп директорларына. Одан кейін олар мұғалімдерді жинап бізбен тәжірибе алмасты. Тура сол бағытта келесі жылы, 18 жылы ОБТ-ға байланысты семинар, облыстық тәжірибелік семинар өткіздім. Биыл қысқы мектеп жобасы бағдарламасы бойынша Ошсборда кездесетін күрделі есептерді шешу тиімді жолында тақырыбында тек қана біз өзіміз сұранып, даже болса бізге математиктер келсе екен деп тәжірибе алмастарына семинардың жақсы жөніне қатысты соны өткіздім. Келесі. Бұл ауыстыра беріңіз. Үдеріс жаңағы зерттеу нәтижесінде ауыстыра беріңіз. Енді зерттеу барысында мұғалімнің іс-әрекеті және оқушының іс-әрекетіне мына жерде жеке-жеке тоқталдым. Білім алуға жетелейтін әдіс тәсілдерді пайдалану, оқушының әрекеті сұрақ қойып, оған жауап іздеу, өздігімен білім алуға ұмтылу, жауапкершілікке қарау. Бұны енді түгел оқып жатпай қойын, нақты тек қана осы жерде жазылған, бұны оқыған жақсы. Енді сабақта АКТ қолдану. Бұл қазіргі соңғы кезде цифрлы Қазақстан дейді, сот күнде қолданып жатыр. Қолымыздан келген мемлекеттің бізге берген жаңағы облыстық білім басқармасының барлық кабинетімізде біз интерактивті тақта бар. Солардың мүмкіндіктерін біз жан-жақты қолданып жатырмыз. Енді бұл жерде Kahoot Quizzes бағалауға арналған оқушыларға бізде уақытты тиімді пайдалану үшін жылдам әрі тиімді бағалап, саралап шығарып береді. Padlet кері байланыс. Бұл да уақыт ұтамыз. Zipgrade, Clickers тексеруге сараптама жасауға. Мысалы, мен мына ОБТ былтыр 10 жастардың бәрін мен бітірдім. Сонда осы Zipgrade бағдарламасы мен үшін өте тиімді болды. Өйткені 50 сұраққа дейін 30 сұрақ болсын, олар бір екі бөліп тексеріп жатпай, негіз болған бойынша қай сұрақ қате екен бәрін шығарып береді, балалар ары қарай қатемен жұмыс жасай береді. Содан кейін маған келеді. Енді сабақ процесіне бесміс график салу бағдарламасы, жерге абстракты түсініктерді өз көзімен көреді. Жан-жақта бізге бейне көрнекілік түрінде қолданамыз. Енді зерттеу кезінде алған оқушылар сіздердің алдарыңызда жатыр, барлық оқушылардың алған жетістіктері, олардың фамилияларын нелеріне тоқталмай қойын. Қанша республикалық олимпиаданың жеңімпазы? Сандары. 7-11 сыныптар білім сапасы. Осы зерттеу кезіндегіге тоқталдым. 100% бар бұны. 7-11 сыныпта осы олимпиадалық ғылыми жобалар бойынша нәтижелері. 2015-16 жылда интернет олимпиада 13 біз интернет дегенімізде біз тек қана неге тоқталып жатыр? Кио мен Миоға қазір соңғы кезде. Бұрын бәріне қатыста беретін. Пәндік олимпиада екеу. Республикалық. Пәндік олимпиада екеу деп тұрғаны бұл облыстық. Мен қазір тоқталамын. Ана 1+1 деген жүр келесі облыс республика бойынша. Мынау пәндік олимпиадаға тоқталып 15-16 жылдары 2 оқушы, 16-17 жылдары 3 оқушы, 17-18-де 4 оқушы, 2018-2019-да 2 облыстық, 1 республикалық болып отыр. Бұнда біздің енді басты осы пән бойынша біздің қазір өзекті мәселе болып отыр. Негізгі шындап келгенде 3-ші орын біздікі болды. Республика шығармай жатыр. Біздің алдымызға математиктердің қойып отқан өзекті мәселелердің бірі осы облыстық турдан 1-2 орын алып республикаға жұмыс жасауымыз керек. Осы бағытта енді біз жан-жақты жұмыс жасап отыр. YouTube каналы бізде енді сабақтағы
сабақтан тыс уақытта оқушылардың олимпиадаға дайындау кезінде бір-бірімен өз-өздерін үйрету процесін дамыта алмай жатыр. Біздің айтқанымызбен шектеліп жатыр да, жаңағы тақырыпқа сол мақсатта қойылып, өз-өздерін бір-бірін үйрету процесі дамыса деген. Содан кейін енді менде көп жаңа ашпай қалды, әкеп салып көрсетіп. Келесі ғылыми жобалары болатын болса, облыстық біреу, республикалық біреу 15-16 жылда. Одан кейін 16-17 жылда бір облыстық, одан кейін халықаралық біреу. 17-18 жылы бір облыстық, халықаралық екеу. 18-19 жылы 3 облыстық, бір республикалық, бір халықаралық ғылыми жоба жарысының жеңімпаздары оқушылар. Енді ары қарай Ақбота кеңгірудың статистикасы. Төмен жағында ол диаграммалар тұр. Енді дипломдармен оқушылардың барлығы аты жөні түгел жазылған. Бұл негізгі жаңағы біздің пәндік олимпиада мен ғылыми жоба республикалық сертификаттар мен дипломдар. Мынау енді жаңағы дистанционды бар. Енді қорытынды кезең келесі жылы мен қорытындылайын деп отырмын. Барлық жасап жатқан жұмыстарымды енді осы уақытқа дейін мен сабақ берген оқушыларымның математика пәнін таңдаған мұғалімдерді өзімнің жолын қуған шәкірттерімді жазып қойдым. 27-ші мектепте математика пәнінің мұғалімі, 45-ші мектепте оқиды. Осы балалар екеуі, соңғы үшеуі әзірге студент болды. Енді жаңағы олимпиада мәселесі бойынша, мына жерде YouTube-тан ашып көрсетсе болды. Мен жаңағы көп материалдар көбінесе бізде не жасалады, флешка ашпай қалады, или компьютер жаңағы антивирус орнатылмаған, жаңағы күйіп кетеді деген сияқты. Мен видео сабақтар қоямын. Видео сабақ болғанда енді бір жақ сыртқа шығаратын емес, өзіміздің балалардың шықпай жатқан есепті талдап жатқанымыз, жан-жақты көріп жатқанымыздың бәрі жазыла береді. Соның ішінде біреуін кеше орналастырып, енді болашақта ары қарай сол олимпиада бойынша жұмыс жасау қолға алуын көрдім. Ол бір тақырыпты бастадым, ары қарай енді оқушылар жалғастырады. Сол тақырып кешегі тестте маған көмегі тигізді. Сол тақырыпқа сәйкес 2-3 есеп келді, мен оған киномен жауап бердім. Енді қорытындылай келе, ұстаз үздіксіз ізденгенде ғана шәкірт жанынан оқи алады дейді. Біз қанша стажымыз болса да, қанша еңбек етсек те, біз үздіксіз іздеуіміз керек. Кеше Ескендір ағай да айтып өтті. Біз тек қана білім алып, ары қарай соны оқушыға дарыта беруіміз керек деп ойлаймын. Тыңдағаныңыз. Сұрақтарыңыз болса. Математикалық сауаттылықты арттыру жолында немесе математикаға оқушыларды қызығушылық барысында оқытудың қандай тиімді, ең маңызды тиімді жолдарының бірі сіз үшін? Ең негізгі бір айтасаңыз. Енді математиканы сауаттылығын арттыру бұл. Бізде дарынды оқушылар болғаннан кейін осы тақырыпты таңдап отырмын. Қызығушылығы Өйткені сіздерде гуманитарлық бағытта да бар. Мен қазір былтыр бітірген неге тоқталайын. 2 сыныпты бітірдім 10-шы жаста. Біреуі математикалық бағытта, біреуі гуманитарлық бағытта. Енді математикалық бағыттағы оқушыларды мен қалай үйреттім? Бұрын 11-ші сыныпта 25 бала болса, 25 бала сұрақпен келеді. Негізгі соңғы нәтижеге байланысты осы. 25 балаға сұрақпен жеке-жеке жұмыс жасайтын мен. Ол өте ауыр болатын, үйге шаршап баратын. Ертеңгі сабаққа дайындалу қиындық туғызады. Былтыр емес, осы не басталғалы топқа бөле бастады. Деңгейлеп саралар оқыту бұрыннан бар ғой, қолданып келеді Қараевтың. Сонда математикалық сыныпты 2 топқа бөлдім да, ал гуманитарлықты 3 топқа бөлдім. Орта деңгейдегі, жоғары деңгейдегі, кейін төменгі деңгейдегі. Төменгі деңгей орта деңгейден сұрайды, одан жоғарыға келеді, содан кейін барып маған келеді. Төменгі деңгейлермен жұмыс жасаватын, бірақ жалпылама келіп жатқан кезде олар аналардан өтіп барып маған келеді. Егер сұрақ туындап жатса, сонда жоғары деңгейдегі балаларға мен бөлек тапсырма берем, сонымен қоса ол бала басқаларды үйрете отырып өзі үйреніп жатады. Барлық тақырыптарда сол әдіс тиімді деп ойлайсыз ба? Қайсы? Барлық тақырыптар? Жоқ, енді мен мысалы кейбір тақырыптар түсініксіз тақырыптарда болады ол бала үшін қиын тақырып. Ол жағдайда маған келеді. Сол этаптардан өтіп барғаннан кейін маған келеді деп отырмын. Мен енді
жаңағы бірден баланың креативтілігін дамыта аламыз ғой. Мысалы бір есепті дәрежені 7 сыныпта өттім мен, мысалы 7 сыныпта өткен кезде 15-тің квадраты 25 дейді. 25-тің квадраты 625. Оны кестемен баған түрінде көбейтеді, кестеге қарап айтады. Бірақ соны басқаша қалай табуға болады деп тапсырма беріп жіберемін балаға. Ол бір күн болсын, бір апта болсын, сол 25 оқушының 1-2-3 айтып келеді маған. Басқаша ойлау несімен, жолын тауып келеді. Тағы сұрақ бар ма? Маған слайдта сіз білім сапасын 100 деп көрсеттіңіз. Облыстық деңгейдегі олимпиадаларға не кедергі болып сондай балдар орын алды? Сол бойынша жұмыс жасап отырмыз біз. Мен бір қандай да болмасын бір болжам болса да бар ма сол? Бүгінге. Болжам болғанда мен бар. Не себеп? Ол зерттеп жатқанда ол бізде былай болып отыр. Мен оқушыларым дұрыс шығарып барады, бірақ дәлелдеу жолын көрсете алмай жатыр. Жазба жағынан ақсап жатыр. Біз сол бойынша ұлдар лицеймен бұрын Асқар ағай бар кезде жиі неғып тұратымыз. Тәжірибе алмасып тұратымыз. Әлжан Асқармен. Ол кісімен әлі байланыстымыз. Сонда нелерді жасаймыз жаңағы. Неге біз кетіп жатыр, сонда айтқан ол кісінің бар дейді. Идея бар. Бірақ нәтижеге бағытталмай қалады. Или немесе идея толық көрсете алмайды, бірақ жауабын жаза алады бала дейді. Көрсете алады. Осы бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Өзіңіз жолына зерттеу жұмысыңызда бірден бір бағыт деп осыны не болдыңыз? Қайсың? Осы қазіргі сіз айтып отқан кемшілік дейміз бе, жетістік дейміз бе? Жоқ, көрсеттім ғой. Тек қана олимпиада деп қалған бәрін сол неге жазу мәселесінде ақсыңдап отырмыз ғой. Осы бағыт бір өзінше бір дербес бағыт не алып сонымен жұмыс жасамайсыз деген. Біз соңғы жылдары өздеріңіз білесіздер, ұбт-ға көп көңіл бөліп кеттік қой. Сонымен мен бұға дейін 3 тақырып не қылдым. Сол бұның алдындағы бірінші емес, екінші тақырып жеке дәстүрлі емес сабақ үлгілері арқылы білім сапасын көтеру жолдары еді. Соңғы нәтиже біз бала қалай шығарады, оған не қылған жоқ, тестік әдіске кетіп қалдық та, тез жауаптарын табу, сол жағынан кетіп қалдық па деген біз ортасымен жұмыс жасап отырмыз. Дұрыс та, бірақ сіз байқауға қатысқаннан кейін мен сол жағынан байқаудағы мәселені де осыны шығарып, анықтап көрсетіп, шешу жолдары. Ол өзім көрсетіп отырмын, қажет. Бірақ биыл ректорский грант ұтып алды, республикалық олимпиададан бір оқушым алды. Жалпы мен бір не айтқым келеді, сіз мұнда барлығымызға не көрсете алдыңыз, соны ерекшелігі, жаңа өзіңіз біз бастарларым бар дедіңіз. Енді әрқайсымыз ұстаз болғаннан кейін артымыздан еріп келетін ұстаз болғанын қалаймыз оқушыларымыздың. Осыны шынымен мен жаңа көріп қуандым, өйткені әр мектеп басшысы болсын, мектепте жұмыс істейтін мұғалім, біз кімді қалаймыз, жақсы ұстаз келсін, жас маман келсін деп. Соны жаңа жақсы көрсеттіңіз. Бұған қоса, мысалы жаңа олимпиададан енді әрине оқушыларымыз сол додаларда орын алсын деп қалаймыз. Бірақ енді орын ала алмауы да мүмкін, ары қарай да шынығу керек. Бірақ сол оқушыларымызда ертең мұғалімдік таңдаса, ол ары қарай жақсы мұғалім болады. Бұл жерде соны біз байқауымыз керек. Олимпиададан енді 3-ші орын алуы мүмкін, орын алмауы да мүмкін. Бірақ ертең ол маман, жақсы маман болады. Басқа да жақсы олимпиада дайындайды. Мысалы, жаңа сіз айтып кеткен Асқар деген жігіт, сол біздің мектебіміздің өзі түлегі, және де жақсы қазір маман. Қазір Астана қаласында жаңа РФМШ мектебінде жұмыс істейді. Оның да жаңа сіз айтқан Жансерікпен қарым-қатынаста болуыңызға болады? Біз әрқашанда есігіміз ашық. Шыңғыс ағаймен бәріміз байланыстамыз. Біз мұғалімдермен тек қана жаңағы білім додаларында емес, былай спорттық, салауатты өмір салты дейміз, сол додаларда да көп кездесеміз. Бұлай тек қана мектептің ішінде емес, сыртында да. Бұған неге бұл өте маңызды, жаңағы оқушыларымыз бізді сол түрде, сол рөлде де көреді. Бұл жаңа сол олимпиада болсын, басқа оқушылардың тәрбиесіне өте күшті әсері болады. Өте орынды айттыңыз. Рахмет.
Мынау тура осы неде менде бір оқушы бітірді былтыр. Жаңағы енді дарынды бала. Бізде мұғалімдер жаңағы Жомарт ағай бар, Нариман ағай бар, барлығы республикалық додаларда жеңімпаз атанып жүрген ғой. Осы барлығымыздың деңгейімізден бірдей, бізбен бірге таласып шығаратын бір оқушы болды. Бірақ неге барады? Грамотамен шектеледі олимпиадаға. Барады грамотамен шектеледі. Ал шығару жолы несі бәрін көрсете алады. Или психологически дайын болмай ма? Сол оқушы бітіргенге дейін ағай мен математик боламын деді. Біз бәріміз қуандық. Математиканы таңдаймын деді. Қосымша жұмыс істейін студент кезінде осы математиканы постоянно боламын. Біз өте қуанып жүрдік, бірақ сайып келгенде неге грантқа түстім? Балалар өте жоғары болды. Басқа мамандыққа кетті енді. Ол баланың, ата-ананың қалауы ғой енді. Біз ешкімде не жасай алмаймыз. Мұхтар, кәсіби байқаулардағы қандай жетістіктер бар? Кәсіби байқау өзім былтыр 2018 жылы математикалық регатаға қатысып Орал қаласында. Сонда 2-ші орын алдық. Облыстың командасымен барып қалдық. Биыл да іріктеу осы облыстық іріктеу болып жатқан кезде қатысқан жоқ, өйткені осы конкурсқа дайындалып жаттым. Енді ол кезде іріктеуден өтетін бе, өтпейтін бе, бірақ биыл міндетті түрде қатысатын. Қатысқан күнде де барамаймын деген немен жас. Одан кейін үздік жаңа авторлық бағдарлама дедім. Республикалық 2017 жылы қорғап келдім, 3-ші орын алдым. Содан кейін халықаралық осы 18 жылы бардым, халықаралық конкурсқа 4-ші орын алдым. Бұрын оның алдындағылар жаңағы барып жүрген ағайларды соған 4-ші орын деген бермейді. Осы биылдан бастап Жәутікке барған жоқ. Халықаралық шығармашылық. Россия, соларға Сонда да ол немен бар да, облыстан шыққандар бар да. Қызылордада Асқар Жұмаділдаев атындағы Кеше жаңа әріптесім қасында Рысбаев алды, Мұратбаев алды, сол жаңа былтыр бірге барып жүрген балалар. жақсы. Рахмет, тыңдағандарыңызға.